Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Айдын Айымбетов. Мақсаты Айдын Айымбетов туралы оқу, кіммен немен сұрақтарын қолдануды үйрену. Сегодня вы будете читать об Айдыне Айымбетове и научитесь использовать вопросы кіммен, с кем, немен, с чем. Алдымен экрандағы суретке назар аударайық. Қалай ойлайсыздар? Суретте кім бейнеленген? Сөздер мен сөз тіркестерін пайдалан және әңгімеле. А теперь посмотрите на картинку. Кто же изображен? Используя слова и словосочетания, расскажите о нем. Я, оқушылар, осы сұраққа дұрыс жауап берді деген ойдамын. Айдын Айымбетов қазақ ғарышкері. Ол Талдықорған облысында туған. Мектепті алтын медальмен бітірген. 1993 жылы Армавирдегі жоғарғы әскери авиациялық училищені ұшқыш-истребитель мамандығы бойынша бітірген. Айдын Айымбетов ғарышта 10 күн болып, маңызды зерттеулер жүргізген болатын. Оның мамандығы ұшқыш-инженер. Да, я думаю, вы правильно ответили на данный вопрос. Айдын Айымбетов – казахстанский космонавт. Он родился в Талдыкорганской области, окончил школу золотой медалью, а в 1993 году окончил Высшее военное авиационное училище в Армавире по специальности летчик-истребитель. Айдын Айымбетов провел в космосе 10 дней и провел важные исследования. Его профессия – инженер-пилот. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен таныс болайық. Шөп шабу, косить траву, жарқырау, сиять, сверкать. Балалар, суретке қараңдаршы. Әке мен бала не туралы сөйлесіп жатыр? Болжап көріңдер. А теперь посмотрите на картинку и сделайте свое предположение. О чем же разговаривает отец с сыном? Сонымен өздеріңді тексеріңдер. Әкесі мен баласы түнде далаға шығып, жұлдызды аспанды тамашалады. Бір кезде жарқ етіп аспанда бір нәрсе ұшып өтті. Әкесі оның зымыран екенін түсіндірді. Ол көргеннен керемет әсер алды. Сол күннен бастап ғарышкер болуды армандады. Отец и сын вышли ночью и посмотрели на звездное небо. Внезапно что-то мелькнуло в небе. Его отец объяснил, что это была ракета. Он был впечатлен увиденным. С этого дня он мечтал стать космонавтом. Оқушылар, оқулықтағы бала кезден бергі арманым етті тақырыптағы Айдын Айымбетовтың естелігін оқиық. Итак, прочитаем воспоминания космонавта Айдын Айымбетова о его детской мечте. Ғарышкер болу бала кезден бергі арманым. Мынадай бір оқиғаны айтып берейін. Бірде біз әкем екеуміз шөп шабуға бардық. Шөптің үстінде жұлдыздарды тамашалап жаттық. Бір кезде жарқыраған бір нәрсе түнгі аспанды қақ жарып ұшып өтті. Маған оның не екені қызықты болды. Сөйтіп әкемнен сұрадым. Ол маған зымыран туралы айтып берді. Сол сәттен бастап менің жұлдыздарға, ғарышқа қызығушылығым оянды. Осылайша мен ғарыш әлеміне келдім. Келесі сұрақтарға жауап беріңдер. Айдын әкесімен қайда барады? Аспанды не қақ жарып ұшты? Әкесі Айдынға не туралы айтып береді? Итак, ответьте на следующие вопросы. Иә, оқушылар, ықтимал жауапқа назар аударыңдар. Айдын әкесімен қайда барады? Әкесі екеуі шөп шабуға барды. Аспанда не қақ жарып ұшты? Бір кезде жарқыраған бір нәрсе түнгі аспанды қақ жарып ұшып өтті. Әкесі Айдынға не туралы айтып береді? Ол зымыран туралы айтып берді. Келесі кестеге назар аударайық. Алдарыңызда кіммен, немен сұрағына жауап беретін көмектес септігі.
творительный падеж. Көмектес септік творительный падеж отвечает на вопросы кіммен, немен, то есть с кем, с чем или же на чем. Используется для указания на объект, при помощи которого производится действие или на который оно направлено. Көмектес септік соответствует русскому творительному падежу с предлогами и без предлога и предложному падежу с предлогами на «в». Существительные в творительном падеже көмектес септік принимают окончание мен, бен, пен. Если основа слова оканчивается на «ян» звонкий, то к нему прибавляется окончание «бен». Мысалы, например, аспазбен с поваром, гаражбен с гаражом. Если основа слова оканчивается на катан глухие и ян звонкие, то пен. Мысалы, пшакпен ножиком, жұмыспен работой. Если основа слова оканчивается на дауысты гласной и үнді сонорные, то мен. Мысалы, сабынмен с мылом, таумен горой. Келесі тапсырманы орындайық. Көрсетейік және айтайық. Үлгі бойынша сөйлем құрап айт. Мұнда кіммен, немен сұрақтарына жауап беретін сөздерді қолданамыз. Итак, составим предложение со словами, которые отвечают на вопросы кіммен, немен. Айдын Айымбетов ғарышқа немен ұшты? Зымыранмен ұшты. Айдын Айымбетов полетел в космос на чем? На ракете. Мен қарындашпен сурет салдым. Я рисовал карандашом. Анам автобуспен базарға барды. Моя мама поехала на рынок на автобусе. Мектепте ғарышкерлермен кездесу өтті. В школе прошла встреча с космонавтами. Айжан бір партада Дәуремен отырады. Айжан сидит за одной партой с Дәуреном. Талғат ғарыш кемемен жер шарын айналды. Талғат облетел земной шар на космическом корабле. Ағам отбасымен бірге демалысқа кетті. Мой брат поехал в отпуск со своей семьей. Келесі тапсырма. Сурет бойынша сөздерді қойып оқы. Прочитайте картинки, заменяя словами. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі сұрақтарға жауап беріңдер. Ответьте на следующие вопросы. Айымбетовтың мамандығы кім? Ол қандай училищен бітірді? Өзің болашақта кім болғың келеді? Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, өздеріңді тексеріңдер. Бүгін сабақта Айдын Айымбетов туралы оқыдыңдар. Кіммен, немен сұрақтарын қолдануды үйрендіңдер. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.